Қымбатты жарысқа қатысушы балалар. Ұлттың нағыз ұланы болу үшін сіздер білімді де болуларыңыз керек, тән саулығымен де айналысуларыңыз керек. Ұлттың мәдени құндылықтары мен үлгілерімен де етене жақын болуларыңыз қажет. Осы бүгін жарысқа қатысып отырған сіздер осының бәрін бойларыңызда ұштастырып жүрген балалар деп мен түсінемін. Себебі сіздер 9 ай сабақ оқып, енді міне жазғы демалыс басталды деп барлығын тастап алаңсыз ойын қуып кетіп жатқан жоқсыздар. Келіп, бүгінгі балалар қорғау күнінде өздеріңіздің облыстарыңыздың аттарынан мыңдаған жыл тарихы бар біздің қазақтың ұлттық ойынның деңгейін тағы бір жоғары деңгейге көтеруге үлес қосуға келдіңдер. Сол үшін мен сендерге балалар шын жүректен алғысымды айтамын, рахметімді айтамын. Бақытты бала болыңдар, өскенде дана болыңдар. Бұл жарыста қатысасыздар қазір. Біреу чемпион болады, біреу екінші орын алады, біреу жүлдесіз қалады. Бірақ оған сіздер қамықпаңыздар. Біздің тоғызқұмалақ жарыстарында ортақ девизіміз бар. Бұл жарыстардың жеңімпаздары бар, бірақ жеңілетін, ұтылатын ешкім жоқ. Ұтатын біздің ұлттық мәдениетіміз, ұтатын қазақтың рухы. Сондықтан сіздер нешінші орын алсаңыздар да, осы тоғызқұмалақты ойнап үйренгеніңіздің өзі сіздердің біздің ұлттық мәдениетке қосқан үлестеріңіз болып табылады. Осы жолдан таймай жүре беріңіздер. Бұл тоғызқұмалақтың қазақтың өміріндегі маңызын ескергендіктен кезінде кеңес үкіметінің қысымымен жоғалта жаздағанда өздеріңіз білетін Мұхтар Әуезов, ұлы Мұхтар Әуезов бас болып қазақтың ұлы адамдары қайтадан жаңғыртқан. Ал тәуелсіздіктің арқасында қазір тоғызқұмалақпен сіздер секілді 200 мыңнан астам жастар айналысуда. Жаңағын айтқандай әлем чемпионаттары өтуде. Анау Америкадан, Колумбиядан, Европадан көптеген адамдар Алла қаласа қыркүйек айының 2-сі мен 9 арасында тоғызқұмалақтан 4-ші әлем чемпионаты болады. Осы Астана қаласында. Соған 30-дың астам мемлекеттің өкілдері келіп қатысады деп біз күтудеміз. Сол чемпиондар, ертеңгі әлем чемпиондары сіздердің орталарыңызда тұр. Сондықтан мені жақсы оқыңыздар, тәрбиелі болыңыздар. Біздің ұлттық рухымызды жаңғыртуға, президенттің көрсеткен жолын жүзеге асыруға үлестеріңізді қоса беріңіздер. Бақытты болыңдар. Осындай жағдай туып тұрғаны біздің тәуелсіздігіміздің арқасында. Осындай жағдай туып тұрғаны елбасының саясатының арқасында. Жаңағы спорт министрлігінің қолдауы, қаланың әкімшілігінің қолдауы. Мен ерекше мектеп басшысы Ғалияш Қуанышбекқызына алғыс айтқым келіп отыр. Себебі біз өздерің білесіздер, балаларды қорғау күні деп айтады. Балаларды қорғау дұрыс тәрбие беруден басталады, дұрыс құндылықтарды сіңіруден басталады. Сонда оның өзі қауіп қатерден, теріс жолдан алыс жүреді. Сондықтан да оқу мен тәрбиені ұштастырып жүрген осы білім ордасына сіз басқаратын ұжымға шын жүректен алғыс айтамын. Біздің ұлтымыз тәуелсіздіктің арқасында жаңа биіктерді алып, жаңа белестерге шығуда. Бұл жолда келешек басшылар сіздерсіздер. Осы сіздердің орталарыңыздан болашақ президенттер де, премьер-министрлер де, әкімдер де, ғалымдар да, ақындар да, жазушылар да барлығы осы орталарында тұр. Сондықтан осы сендерге табыс тілеймін. Болашақта Қазақстанды алға бастап жүретін көшбасшылар болыңдар. Сонымен мен балаларды қорғау күніне арналған республикалық тоғызқұмалақтан жарысты ашық деп жариялаймын.
береке